Сәлеметсіздер ме 10 сынып оқушылары? Ықтималдық бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар каналында басқа да нұсқалары және алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл БЖБ-да 3 тапсырма беріледі, жалпы балл саны 14-ке тең. Бірінші тапсырмасы математика пәнінен болатын, емтиханға 36 билет дайындалған, олар 1-ден 36-ға дейінгі сандармен нөмірленген. Оқушы кез келген бір билетті алады. Алынған билет нөмірі 6-ға еселік сан болу ықтималдығын табыңыз, 8-ге еселік сан болу ықтималдығын табыңыз, жұп сан болу ықтималдығын табыңыз, 40 санының түсу ықтималдығын табыңыз. Жалпы бізде сандар 1-ден 36-ға дейін. Енді А тапсырмасында 6-ға еселік болу ықтималдығын табамыз. 6-ға еселік сандар жазайық. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Мұнда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 сан бар. Енді 6-ға еселік болу ықтималдығын табатын болсақ, мұнда былай жазып қойын. 6-ға еселік ол үшін мұндағы 6-ны бөлеміз 36-ға. Екеуі де 6 деген санға бөлінеді, сонда қысқарып 6-тан 1 болады. 1-ді 6-ға бөлетін болсақ, жоқ шамамен 0,17 болады. Мұны біз 100-ге көбейтіп 17% деп алсақ болады. Енді келесі 8-ге еселік сан болу ықтималдығын табамыз. 8-ге еселік сандар жазайық. 8, 16, 24, 32. Мұнда бізде 4 сан. Енді 8-ге еселік болу ықтималдығын табатын болсақ, 4-ті бөлеміз 36-ға. Қысқарып 9-дан 1 болады. 1-ді 9-ға бөлетін болсақ, тең болады 0,11-ге. Немесе осыны біз 11% деп алсақ болады. Енді жұп сан болу ықтималдылығы жалпы бізде 1-ден 36-ға дейін бізде жұп сандар 18. Жұп сан болу ықтималдылығы тең болады 18 бөлінген 36-ға. Мұнда бөлетін болсақ, тең болады 0,15-ге, немесе осыны біз 50% деп алсақ та болады. 40 санының түсу ықтималдығын табамыз. Жалпы бізде сандар 1-ден 36-ға дейін 40 саны түспейді, сонда 0 болады. Екінші тапсырмасы қорапта 4 түсті шар бар: қызыл, көк, жасыл, сары. Төмендегі кестеде қораптан алынған бір шардың осы түстерден болу ықтималдылығы көрсетілген. Мінеки оқушылар, бізде қызыл түстің ықтималдылығы 0,14-ке тең, көк түстің ықтималдылығы 0,115-ке тең, ал сары түстің ықтималдылығы 0,129-ға тең. А тапсырмасы қораптан алынған бір шардың жасыл түсті болу ықтималдылығын табыңыз. Ал Б тапсырмасында қораптан алынған бір шардың қызыл немесе сары болу ықтималдылығын табыңыз. Жасыл түсті болу ықтималдылығын табамыз. Ол үшін бізде барлық ықтималдылықтардың қосындысы 1-ге тең болуы керек. 1-ден азайтамыз. Қызыл түстің ықтималдылығын, жалпы жасылдан қалған ықтималдықтарды қосып 1-ден азайтамыз. Көк, мұнда бізде сары. Бір азайтылған қызыл түстің ықтималдылығы 0,14-ке тең, көктікі 0,115, сары 0,129. Үшеуін қосып 1-ден азайтатын болсақ, тең болады 0,116-ға. Енді Б тапсырмасы бойынша қораптан алынған бір шардың қызыл немесе сары болу ықтималдылығын табамыз. Ол үшін қызыл және сарыны қосамыз.
Қызыл бізде 0,14-ке тең, ал сары 0,129. Сонда тең болады екен 0,169-ға. Үшінші тапсырмасы, екі мерген бір нысананы көздеді. Бірінші мергеннің нысанаға тигізу ықтималдылығы 0,8, ал екіншісінікі 0,7-ге тең. Екі мергеннің әрқайсысы нысанаға бір оқтан атқанда, екі мергеннің де нысанаға дәл тигізу ықтималдылығын, екеуінің де нысанаға тимеуінің ықтималдылығын, ең болмағанда біреуінің нысанаға дәл тигізуінің ықтималдылығын табыңыз. Бірінші мергеннің нысанаға тигізу ықтималдылығын жазайық. Оны біз А деп алайық. Ол бізде 0,8-ге тең. Ал екінші мергенді біз Б деп алайық. Б деп алайық та, ол тең 0,17-ге. Енді А тапсырмасы бойынша екі мергеннің де нысанаға дәл тигізу ықтималдылығын табамыз. Ол үшін екеуін көбейтеміз, иә? Формуласын жазып қояйық. Нөл бүтін оннан сегізге көбейтеміз 0,17-ні, сонда 0,156 болады. Енді келесі Б тапсырмасында екеуінің де нысанаға тимеуінің ықтималдылығын табыңыз. Ол үшін бірден азайтамыз. Бірінші мергеннің нысанаға тигізу ықтималдылығын тең болады 0,2-ге, және бірден азайтамыз екінші мергеннің нысанаға тигізу ықтималдылығын. Енді осы екеуін көбейтеміз. Сонда тең болады екен 0,156-ға. Енді С тапсырмасында ең болмағанда біреуінің нысанаға дәл тигізуінің ықтималдылығын табыңыз дейді. Ол үшін бірден азайтамыз мұндағы 0,156-ны. Сонда тең болады екен 0,194-ге.